Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қазір трендтегі хит болып жатырған шақыру билетін бірге жасайтын боламыз. Бұл бізде TikTokта, Instagramда көптеп таралып кетті. Соны бірге жасап көрсек. Ал енді ең алдымен шаблон шығарып аламыз. Шаблон бізде бір бетте шығады. Және ескере кететін жағдай, осы шаблонда осылай екі нүкте тұрады. Сол нүктенің арасына еш нәрсе жазбаңыздар. Өйткені ол көрінетін бөлігі, және мына бергі бөлігіне еш нәрсе жазбайсыздар. Ал енді бастап қисақ. Ал енді мына ақ бөлікті қиып тастаймыз. Бұл бізде қыз бен жігіттің арасындағы кедергі болмау керек арасына. Міне осылай қиып алдық. Енді осы шаблонды ортасынан сызық көрсетілген, сол сызық бойынша бүктеп шығамыз. Мен тезірек сіздерге видео түсіру үшін қолмен бүктеп жатырмын. Негізі заказ болса беговка жасасаңыздар болады. Және астыңғы бөлікті де бүктейміз. Бұл бөлікті қазір келесі бетпен клейлеп жабыстыратын боламыз. Міне жабыстырып жатырмыз. Қалың етіп жабыстырыңыздар, және қазір енді жігіттің тұратын жерін белгілеп аламыз. Мен ручкамен белгілеп жатырмын. Қазір сол белгіленген сызыққа жігітті жабыстыратын боламыз. Негізі достар горячий клеймен, яғни ыстық клеймен жабыстырғандарыңыз дұрыс. Мен бірақ бумажный клеймен жабыстырып жатырмын. Горячий клеймен өте жұқа етіп жабыстырыңыздар. Қазір енді осыны жігітті өткізетін боламыз. Жігітті өткіздік, ал енді қызды жабыстырсақ, бұны тоже горячий клеймен жабыстырасыздар екі бөлігінен. Және қызды жабыстыратын кезде ескеретін нәрсе, бұл жазылмайтын бөлік деді қой. Сол бөлік шығып тұрған жерге дейін жігітті шығараса, сол жерге жабыстыра қоясыз қызды. Міне бізде барлығы дайын, өте оңай.